Сәлем баршаңызға, бүгін сіздерге өте керемет шоколадты пирогтың рецептісімен бөлісетін болам. Сақтап, тіркеліп, лайк басып алыңыз. Ең оңай, ең тез дайындалатын пирог рецептісі описанияда жазылады. Ең алдымен 4 жұмыртқаны ыдысымызға салып, үстіне жайлап қант себеміз және де миксерлеп 4 есе ұлғайғанша араластырамыз. Міне біздің массамыз аппақ көпіршіктеу болды. Осы кезде сіз миксерлеуді қоясыз, үстіне сүт және де май салып араластырасыз. Иліктен өткізілген ұнның үстіне какао және разрыхителі қосып венчикпен жақсылап араластырамыз. Құрғақ ингредиенттерді қасықтап 3 бөліктеп салсаңыз болады. Сонда біздің массамыз жатып қалмайды да көтеріліп пісетін болады. Миксермен араластырып, осындай көпіршіктер шыққанша, сұйықтық болғанша әдемілеп араластырамыз. Формаға пергамент жайып, үстіне массамызды саламыз. Духовканың градусы жайлы айта кетсем, мен духовкам қатты қыздырмағандықтан мен 200 градуста 40 минутта пісірдім. Сіздерді қатты қыздыру мүмкін, 180 градуста 30-40 минутта пісіресіз. Піскен соң суығанын күтіп, шетін пышақпен кесіп, формадан ажыратып аламыз. Бетіне арналған глазуріне мен Қазақстан шоколадын қолданамын. Сіз неше түрлі басқа шоколад қолдансаңыз болады. Шоколадты бөлшектерге бөлеміз де үстіне сары майды қосып, оны водяной баняға жібереміз. Водяной баняда шоколадты жақсылап ерітеміз. Осы шоколадты біз пирогтың үстіне құямыз. Барлық жеріне жеткізіп шоколадты жағып шығамыз. Міне біздің пирогымыз дайын, ас болсын.